Видеоны қарамас бұрын Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ағылшын тілінің әліпбиі туралы айтатын боламын. Жалпы ағылшын әліпбиінде 26 әріп бар. Осы әріптің 6 әріпі дауысты дыбысты білдіреді. Ал 21 әріпі дауыссыз дыбыстарды білдіреді. Осы жерде сізде сұрақ туындау мүмкін. 26 әріпті қалай шығаруға болады деген сұрақ сізде туындап жатқан болар. Бұл сұрақтың жауабы мынау. Ағылшын тілінде Y әріпі дауыссыз дыбысты білдіреді. Сондай-ақ дауысты дыбыс ретінде қолданылады. Ал енді дауысты дыбыстарға тоқтала өтейік. A, E, I, O, U және Y. Келесі кезекте дауыссыз әріптерді атап өтейік. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y және Z. Ал енді 26 әріптің орналасу тәртібімен танысайық. Байқағаныңыздай, ағылшын тілінде әріптер жазылуынан қарағанда басқаша оқылады. Ал енді оқып бастайық. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Бүгінге осы сабақтың жалғасын көру үшін менің келесі видеома өтіңіз. Видеода айтылған мәліметтердің барлығын өзіңізге жазып алуды ұмытпаңыз. Және видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.